Саламатсыздар ма, құрметті жолдастар. Бүгінгі кешіміз менің творчествома арналғаныменен, негізінен мен ширек ғасыр қызмет істеп келе жатқан поэзия кеші деп санап, осы залда қатысып отырған оқушылар бар, жазушылар бар, атақты ақындар бар. Барлығымыздың ортақ кешіміз деп не құрдым, терең идеялы, мазмұны жағынан да жоғары болып өтуін қадағалауымыз керек сияқты. Сол үшін кештің қызығырақ өтуіне сіздер де қатысарсыздар деп сенемін. Сұрақтарыңыз не құрылым мазмұндырақ болса, кешіміз де мазмұндырақ болар деген сенімдемін. Мен негізінен поэзияда қызмет еткендіктен кешті өлеңдер оқуменен өткіземін. Ал өлең оқығанда менің творчествомды толық қамту 1-2 сағаттың жобасына сыймауы мүмкін. Өйткені бұл 25 жылға жуық уақыттың ішінде толып жатқан дастандар, драмалық дастандар, өлеңдер, барлығын қосқанда 3 томға жуықтайтұғындай еңбектер жарық көрді. Мұның барлығын бір кеште айтып шығу қиын. Сондықтан мен бүгінгі кешімізді азаматтық тақырыптағы шығармаларға құрғым келді. Ал енді мен ұзақ сөзді қысқартыңқырап, сол өзімнің міндетіме көше бастаймын. Әжем бірде қозғаймын деп орнынан, қол дірілдеп, глобусты құлатты. Күл болды жер, қайғы барма зор мұнан, аяулы әжем жан жүйемді жылатты. Асау жүрек тар кеудемді ұрғылап, тұрды мүнсіз тістеп алып ерінді. Триллион адам глобуспен бір құлап, триллион адам қырылғандай көрінді. Маңайымды сұм елестер қоршады. Содан әзер айықтым мен жолдасым. Кәрі заман өз қолыңда жер шары, сенің қолың дірілдеуші болмасын. Мынау жиналып қалған сұрақтарға жауап бере бастауға тура келеді. Бақыт деген не? Бақытты осы отырған әрқайсыңыз әр түрлі түсінуге қақыларыңыз бар. Құстың бақыты ұшуда, дүлдүлдің бақыты озуда деп айта беруге болады. Дегенменен сұрақ ортақ болғандықтан, осы ортақ сұраққа барлығымызға ортақ жауап ойластыра келсек, қазақ атамыз бірінші байлық денсаулық деген ғой. Мен бақыт дегенді ең алдыменен 12 мүшенің саулығы деп түсінемін. Сосын екінші бақыт Қасым Аманжолов айтқан семья шағын мемлекет деп. Шағын мемлекетіңнің болғаны бақыт. Сосын шағын мемлекеттен ең үлкен үшінші шарты бақытты болудың біздің отанымыздай ұлы мемлекетіңнің болғаны бақыт. Еңбек етуіңе, білім алуыңа, дем алуыңа ұшан теңіз правалар берген біздің ұлы отанымыздай мекеніңнің үлкен даңқты ұяңның болғаны бақыт деп түсінемін. Қазақстанда 400-ге жуық ақын жазушы бар екен. Осыны көп деп ойлайсыз ба, аз деп ойлайсыз ба? Бұл енді қиындау сұрақ. Бірден жауап беру қиын. Цифрменен қойылған сұрақ екен, сондықтан мен енді бір цифр қолданып жауап берейін.
біздің бұрынғы ағаларымыз да аталарымыз да мұндай сұраққа жолыққан сияқты. Мәселен, Владимир Маяковскийдің сөзі бар. Қазір қасымызда тірі жүрген классик ағамыз Ғабит Мүсіреповтің сөзі бар. Бір елдің мәдениетін, әдебиетінің намысын қорғауға, ойдағыдай қорғауға 100 адам көптік етпесе, 10 адам аздық етпейді деген сөзі бар Ғабеңнің. Мұнда әрине өздеріңіз естіп отырсыздар, 400 деген цифр жоқ. Владимир Маяковский айтқан әр түрлі жақсы ақындар көп болсын деген. Ол кісінің де көп деген сөзі сол 20-30-дан аса қоймас деп ойлаймын, өйткені дара тұлғаларды айтқан ғой. Әр түрлі жақсы ақындар көп болсын дегенде. Осы ағаларымыздың айтқанына менің көп алып қосарым жоқ. Семья творчествоға пайдалы ма, зиянды ма? Біз енді бұл сұраққа да қойылған сұрақ болғаннан кейін өзімізден бұрынғы даналардың жасаған тұжырымдарына сүйеніп жауап бергеніміз дұрыс болатұғын шығар. Семьяның маңызы адамның өмірінде қандай екенін, қандай ұлы маңызы бар екенін, қандай творчествода жүрген адам болса да, семьяның тек қана қанат бітіретұғынын, ұлы күштер сыйлап тұратұғынын айтқан. Тіпті ол ұлы классиктеріміздің барлығының өз өмірі де бұған куә бола алады. Мынау өзі сұрақ қыздың почеркі сияқты. Мен енді өзіме қатысты жағдайды айтатұғын болсам, менің де әжептәуір семьям бар. 2 дүркін ақсақал болдық, дедушка дейміз орысша. Өзі дарынды қыз болу керек сірә. Енді айналайын, творчествоға семьяның зияны болмайды, пайдасынан басқа, сондықтан бұл жағына ешқандай шүбәланбай сүйген жігітіңе тұрмысқа шыға беруіңе болады, айналайын. Ал енді Тыңдағерліктің 30 жылдығына қандай тартумен келдіңіз? Бұл тыңдағерлік деген мәселені де біз қазір кеңірек ұғамыз. Өйткені жақында ғана тыңдағерліктің 30 жылдығына байланысты өткен Қазақстандағы үлкен салтанатымызда КПСС орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, Қазақстан коммунистік партиясының орталық комитетінің бірінші секретары Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев жолдас жасаған баяндамасында Қазақстанда тыңдағерлікті жасауға тек тыңдағы облыстар ғана емес, еліміздің оңтүстік облыстарындағы барлық аудандар қатысқанын, бұл ұлы еңбек майданына қатыспаған ауданның жоқ екенін айта келіп, біздің Қазақстан тұтастай тың республикасы деген тұжырым жасады. Міне осы тұжырым біздің ақындарға да, жазушыларға да, драматургтерге де басшылық болуға тиісті ғой деп ойлаймын. Бірақ мен әрине бұл үлкен салтанаттан бұрынырақ кіріскен, ертерек кіріскен үлкен шаруам бар еді. Партия мен үкіметіміздің алға қойған, жазушылардың алдына қойған міндетін, бүгінгі тақырыпты осы көркемдік тұрғыда шешу қажет деген міндетін әлі шамамша атқарып шығу үшін 10 шақты жылдардан бері жұмыс жасап жүрген туған аудан деген көлемді дастаным бар еді. Мұнда тыңдағы ерлік туралы, сосын азық-түлік программасы туралы, ұлттар достығы туралы мәселелер кеңінен қамтылады. Бүгінгі замандастар бейнесін жасау алдыма мұрат тұтқан едім. Мұны әрине мен жалғыз жасадым деп айтуыма болмайды. Бұл үлкен еңбегімді жасауға менің Қазақстандағы ақын аға жолдастарымның барлығы жақсы өздерінің пікірлеріменен, кеңестеріменен қызу қатысты. Солардың ішінде мен әсіресе
Хамит аға Ерғалиевтің берген пікірлерін, кеңестерін, бағалы кеңестерін ойдағыдай орындау арқылы біраз табыстарға жеттім бе деп ойлаймын. Өйткені қазір республикалық баспасөзде, сондай-ақ облыстық баспасөздерде осы кітап туралы жақсы жылы пікірлер айтылып жатыр. Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты, үлкен аға сыншымыз, академик Мұхамеджан Қаратаев, тағы да Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты, дәуіріміздің осы қазақ тілінде жазатын ақындардың ішіндегі аса талантты деп айтар едім, Қадыр Мырзалиевтің пікірлері баспасөздерде жарияланды. Одан басқа да оқушылардың, еңбек адамдарының пікірлері жарияланып жатыр. Соған қарағанда мен тыңдағерліктің 30 жылдығына лайықтырақ тартумен келдім бе деп ойлаймын. Биылғы жылғы біздің республикамыздағы ұлы оқиғалардың бірі республикамыздың астанасы Алматыға Ленин орденін тапсыру салтанаты болды. Осы салтанатқа арнап жазған Алматыға Ленин орденін тапсырғанда деген өлеңімді оқимын. Алматым менің, жаннатым менің түлеген, тік тұрып бүгін бойымен көкті тіреген, Алатауымның басына шығып айқайлап, құттықтап оны оқуым керек жыр өлең. Апаттар, селдер, соқса да қанша теңселмей, құламас қала көргем жоқ жерде мен сендей. Алматым, сені рухтар тіреп тұр мекен, ұлттардың ұлы достығына берік өлшемдей. Кеудеміз толып мұхиттай тасқын мақтанға, қараймыз бүгін көсем боп атқан ақ таңға. Қып-қызыл туға политбюроның мүшесі Қонаев өзі Ленин орденін таққанда, қол соқты байтақ Қазақстан тұтас жаңғырып, қуанды дала аспанның астын ән қылып, қуанды баба оянып бірге біздермен, ұрпағын сүйіп, бақытын тілеп, мәңгілік. Шаттанды қала арманын ұстап көргендей, шаттанды дала ертеңге сертпен сенгендей, шаттанды шалқып мұхиттай байтақ республикам. Осылай біздің батыр бабалар тіріліп, қолдарын соғып президиумға төрледі. Алматым менің, Қазақстанның жүрегі, Алматым менің, шығыста отан тірегі, Москва үшін кеудесін тосқан майданда. Алматым менің, батыр қаланың біреді. Мыңдаған үнмен, Жамбылдың отты жырымен, Ленинградты да, Сталинградты да қорғасқан. Алматым менің, жеңіспен ғана мақтанған, отанға жылда миллиардтар сыйын ақтарған. Алматым менің, ән салып қайтқан Берлиннен, танкыдан түсіп трактормен тыңға аттанған. Алматым менің, отанға өзін арнаған, революцияның жеңісін алға жалғаған. Алматым менің, космонавт қала, құс қала, востокқа мініп ғарышқа қарай самғаған. Алматым менің, жаңғыртқан тыңын қаланың, Алматым менің, жаңғыртқан шыңын сананың. Алматым менің, жаннаты менің, жерімнің, аман бол мәңгі, мақтаны бол сен елімнің. Бүгінгі осынау ұлы өміріміздің іргесі біздің аталарымыздың, бабаларымыздың, ағаларымыздың ерліктері арқылы қаланды. Солардың төккен терлері, төккен қандары қасиетті біздің бүгінгі жарқын заманымыздың іргетасы болды. Сондықтан да мен сол бабалар рухына арнаған, ағалар рухына арнаған бірер өлеңімді оқығым келіп отыр.
оқ. Семен Михайлович Буденныйдың бірінші атты армиясында соғысқан, Қызыл Ту орденінің кавалері, жарты ғасыр КПСС мүшесі болған марқұм әкем Есімжанға арнаймын. Қан майдандар кетпейді ел есінен, от кешкен біз бақыттың кемесімен. Шадыман шаңырағымның асыл мүлкі алынған оқ әкемнің денесінен. Сақталады ол әкемнің көзіндей боп, бізге деген өсиет сөзіндей боп. Мен сеземін сол оқтан бар сұмдықты, жараң түгіл жаныңды сезінбейді оқ. Антантаның отанға атқан оғы, отанды іздеп әкемді тапқан оғы, менің орным осы деп, ер жүректің ернеуінде 50 жыл жатқан оғы. Қайран әкем қазірде қабір басқан, мәңгілікке күмбезі темір аспан. Опасыз оқ әкемнің денесінен, оташының қолымен ажырасқан. Қайтарында деді әкем қалым бітті, отаныңды шалмасын жалын бұлты. Осына оқты кек етіп мәңгі сақта, сақта есіңде Деникин, Анненковты. Түсінігім біреу ақ тас дегенде, жібімейді жүрегім тас денемде. Біздер үшін бірақ жау, отан жауы, антантама, фашист пе, басқа мәлде. Алынған оқ әкемнің денесінен, мәңгі бақи кетпейді елесінен. Әйнек сауыт астында тұнжырайды орын алып кітаптар сөресінен. Талай ұрпақ әлі оған төнеді кеп, әкеге кім айтты өледі деп. Соғыс жайлы жазылған барлық томнан маңызды да сол бір оқ тереңірек. Қасірет бірге бақытпен сақталады, мұра болып ұрпаққа кек қалады. Екі талай күн туса, әкем қаны сіңген оқпен қаруым оқталады. Қан кешуді келмейді қайталағым. Арманым деп бейбіт күн айталамыз. Екі талай күн туса, сол бір оқты иесіне боратып қайтарамыз. Мұса Жарелдің монологы. Қан майданда естіртпе ездің үнін, қас дұшпанның көрмеске озбырлығын, аз болған жоқ жангешті жауынгерлер. Соңғы оғымен бітірген өз ғұмырын, не десеңдер одеңдер ал ағайын. Мен соларды батырға санамаймын, ерлік емес тамыры тұтас күл болып жанып бітпей құлауы қарағайдың. Қорлық көрмен деген бір пенделікпен, соңғы оғымды сақтаймын мен неліктен? Жоқ, сақтаман, атамын арнап тура, бұрынырақ барсын жау, көрге күткен. Жаудан бұрын бітпейді менің демім, құлағанша қалыптысыз сенімдемін. Қан майданда не сұмдық өзіңді ату, өзіңді атсаң опасыз жеңілгенің. Удай ащы тағдырдың жемістерін жемеймін деп өлуге келіскенің. Жоқ, жоқ, олай етпеймін, соңғы оқпен де жақындатам елімнің жеңістерін. Ең соңғы оғым, жалыным, жастығым бұл, жауғанына тоймайтын аштығым бұл. Ең соңғы оғым, көрме ала кетер, ең жайлы, жұмсақ жастығым бұл. Өлім артық қорлықтан мен үшінде, болмас бірақ тап бұған келісуге. Мені атама, асама жау міндеті, оған дейін бір жауым кемісінде. Мейлің ерде, мейлездің бірі дерсің, оған дейін үмітім іріленсін. Соңғы оғым мен сұлатам жауымды мен, мейлі мені содан соң тірі көмсін. Ұлы Отан соғысында
қазақ әйелдерінің ішінен асқан ерлік көрсеткен халық қызы Мәншүкке арналған өлеңімді оқимын. Қан өсірген қарағайдан қорғанын, көргенім бар бүгінгісін орданың. Осы жердің ару еді қыз Мәншүк, отан шетін орағанда зор жалын. Мектебі тұр қиып салған ағаштан, солқылдатып іргелерін жел ашқан. Сталинградқа жауған кезде бомбалар, ордаға да төніп келген қараспан. Соғыс құйын солай құқай көрсеткен, ол отырған партаны да теңселткен. Шинел киіп қару алып қыз Мәншүк, бой жетпестен қан майданға жол шеккен. Тамырында намыспенен кек қайнап, жасаруды алып кетті от қайдап. Ол да жүрді жігіттермен бір сапта, қар төсеніп, мұз жастанып, шоқ шайнап. Сан фашисті сұлатып сап-сапынан, ерлікпенен қаза тапты қапыдан. Ол алысты жалғыз екем деместен, отандағы барлық қыздар атынан. О қазақтың сұлулары, қырмызым, ерлікте де биік сенің жұлдызың. Барлық қызың қару алса не болмақ, 300 жауды жастанғанда бір қызың. Мәншүк мәңгі сапар шегіп жөнелдің, ескерткішің жағасында невелдің. Ескерткішің әрбір адал жүректе, жүрегінен құламайсың сен елдің. Кеудесіңде жастық деген қырқаның, махаббаттың көре алмадың бір таңын. Ана бола алмай кеттің өмірден, ерлеп сенің тастап кеткен ұрпағың. Әдебиеттегі ұстаздарыңыз кім? Дейді, сонымен қойса да болар еді, сосын тағы ар жағына жазып қойып, ақындардан кімді пір тұтасыз деп. Бұл өзі қиындау сұрақ. Біз енді қазір 40-тан асып 50-ге жақындап келе жатқан адамдармыз, жаңа айтқандай ширек ғасыр еңбек етіп, біздің соңымызда да талай бізден үлгі алып туған інілеріміз бар. Олар да мәселен ұстаздарың кім деген кезде көбінесе Төлеген марқұмды айта бастайды. Енді сол Төлеген өзіміздің талай өлеңімізді жатқа айтатұғын еді. Қатар қалам сілтескеніменен хат тілтипат қалып, хат сыйласып сөйтіп жүретұғын еді. Сондықтан енді мен де мәселен жоқ кісілерді арамызда айтып құтылып кетуіме болады, бірақ ол кейде жөні келе бермейді. Шындықтарды айтқанымыз дұрыс болады. Мектептегі ұстаздарыңыз десеңіз, мына әдебиетте мәселен міне осында отыр қатысып, Ермұхамбет Жақсылықов әдебиеттен маған сабақ берген адам, Мұхтар Әуезовтің үздік дипломанты болған кезінде, қазір партия совет қызметінде жүрген адам, осында жауапты қызметте жүрген. Енді мектепте бір-ақ ұстаздан біз тәлім алдық дегеніміз болмайды. Библиотекаға бардық, онда Шекспирлер кездесті, Лермонтовтар кездесті. Мектепте жүрген жасымыздың өзінде соларды біз аударып, шамамыз келгенше конкурстарға қатысып, сол уақытта біз содан кәдімгідей алған кітаптарым, бәйге кітаптарым осы күнге дейін бар. Ұстаздық деген бұл ұлы ұғым. 10-шы класты бітіре келе, мынау поэзияға араласа келе, мәселен, жаңада айтып өттім мен, мына ортамызда отыр. Хамит Ерғалиевтің поэзиясы бізге жалғыз маған деп айтпаймын, сөздің шынын айту керек. Көп адамдарға ұстаздық қызмет етті. Әсіресе өлеңнің мықты берік техникаларын жасаған, қазаққа 4 буынды ұйқастарды түгендеп енгізген осы кісі болатұғын. Ал енді прозаға келетұғын болсақ, прозада мәселен кімде болса таң қалып, жақсы көріп оқитұғын классик жазушысы Ғабит Мүсірепов. Ол тек жазушы ғана емес, ақын, мәселен Ақан сері Ақтоқты, Қыз жібек деген халықтық үлкен шығармалары, халқымызға үлкен мектеп болған шығармалар. Олар да бізге ұстаздық етті. Ұстаздардың тізімін айта беретұғын болсақ, бұл тіпті көп, созылып кете береді.
Мен мәселен бұған жауап береді, былай дер едім, мен оқып шыққан кітаптардың барлығы маған ұстаздық етті. 1000 кітап оқысам, 1000-ы да ұстаздық етті. Оның ішінде нашар кітаптар да болуы мүмкін, бас жағын оқымай лақтырып тастаған кітаптарым да болуы мүмкін, нашар жазушы деп. Ол жазушылар да үйретті мені. Қалай жазбау керек екеніне үйретті. Ал тіпті кейін келе қазіргі жағдайда мәселен мен ең жақсы деген, ең күшті деген ақындардың өзін оқығанда да солардан қашықтау үшін оқимын, шама келгенше қашықтау үшін. Сол өзің сүйген деген, классик деген жазушыңнан қаншалықты қашықтасаң, мақсатыңа да соншалықты жақындаған сияқты болып көрінесің. Бұл жазушылық деген үлкен мектеп қой, үлкен өмір бақи ізденетұғын еңбек қой. Сондықтан қазіргі жағдайда іштегі монологымызды сыртқа да шығарып айтуға болады кейде. Талантым, табынатын ер көсемім, ол барда армайды менде сенім, мен жазып берем десе қаламымды, өзіне Шекспирдің бермес едім. Міне енді әңгіме ұстаздыққа ауысқаннан кейін жаңағы ақындардан кімді пір тұтасы деген мәселеге де жауап табылып қалған сияқты. Мен енді ұстаздар жөнінде өлеңімді оқимын. Ең алдында мектепте жүргенде бізді қатты еліктеткен, тақпағын жаттап өскен ақынымыз Лермонтов туралы бір өлеңімді оқимын. Мынау Алыптар деген кітабым бар. Алыптар деген кітаптың іші толған осы ұстаздарға арналған өлеңдер. Әдебиеттің алыптарына, мәдениеттің алыптарына. Лермонтов. Кәрі Кавказ, кәрі өмірдің басында Лермонтов ұқсап отты жасынға, көк әлемін қарсы айырып тұрды да, құлап түсті 27 жасында, бағынбаған ауыздыққа жүгенге. Ұлы перзент болған еді ұлы елге, жекпе-жекке Мартыновпен шыққан жоқ, шықты ескі Россиямен дуэльге, құлап түсті, алды дауыр ол соққы. Дарынына дарындылар қол соқты, оның жыры самғар мәңгі қабылдап, дүниеде қан шоқ болса сон шоқты. Тілім шығып үйренгеннен тақпаған, жалғыз желкен жалтылдапты жаттағам. 40-тан аса бастасам да неліктен соншалықты қымбат өлең жоқ маған. Қаншасылды алғанымен жиғызып, тағдыр сені қойды мәңгі сүйгізіп. Қайда жүрсем, сенің құйттай бюстіңді алып жүрдім бармағыма кигізіп. О, Россия, талай талант садағаң, 60 жасқа барар болса ол аман. Енді қайтып ешқашанда ақынға ескерткішті құймас едің қоладан. Ұлыларды оқ жайратқан не қылыш, ескі Ресей, сен қайғының отыныш. Адамзаттың тарихында Лермонтов ұлы бақыт әрі ұлы өкініш. Мүсірепов. Тотпаса томырығып тозғанымда, білмеймін сөз бағыма, өз бағым ба. Сіз маған шың басынан еңкейдіңіз, қолымды шыңыраудан созғанымда. Ағаның ақ тілеулі мадағымен, ақ қолын болашақтың аламын мен. Жаныма сізді мәңгі жақын тұтқам, жатқайтып қыз жібекті бала күннен. Көңілін кердеңдердің табар жансып, көрмебем еш адамға жағармансып. Бос болса махаббаттан көңіл шелек тот басып айдалада қалар қаңсып. Махаббат бар кеудеде жатпас қайғы, шабытым шамырқана шоқ тастайды. Ақтоқты баян жібек мекендеген, ешқашан ол жүректі тот баспайды. Сан рет жүрек ашып кеңескенде, ұқсадым 1000 мәртебе мен өскенге. Биікке мен өрмелеп, сіз төмендеп, сырласу тұғырында теңескенде. Жақын кеп қасымызға халық тұрды, жүрегің халық үшін жанып тұрды. Назардың бесігінен түсірмедік
халыққа мазар болған алыс қырды. Сол қырдың ойлайтының болашағы, қиялың қиян қилы жол ашады. Ертеңнің алдындағы қарыз парыз, еліңнің берешегі алашағы. Мен сізге таңдандым да шіркін дедім, шіркінше шабыттансам іркілмедім. Мен сізді мынау жаңа замандағы ұл дедім, ұлы дедім, ұлтым дедім. Туған ауданның бас кейіпкерлерінің прототипі кім? Сол жөнінде әңгімелемес пе екенсіз дейді. Енді мен үзіндіні осы кештің аяқ шеніне таман оқып берейін. Осы сұрақ болады ғой деп ойлаушы едім. Мен махаббат туралы өлең дейді, әйелдер тақырыбындағы өлең оқыңыз дейді. Енді ол сіздер ойлап қалмаңыздар, мен мынау азаматтық патриоттық тақырыпта өлеңдер оқығанға бұл махаббат жөнінде жазбайды екен деп. Махаббат жөнінде мен шүкіршілік осы мынау қызыл кітаптың іші жартысы махаббат, мәселен мынау жыр жүрек деген кітаптың іші 2-ден 3 махаббат деуге келеді. Бірақ өзі бұл махаббат деген мәселе бұлай интимдік жағдай ғой, көбінесе оңаша жатып мынау кітапты құшақтап жатып оңаша оқығанды жақсы көреді. Ол өзі сыр ашуды, сырласуды, сондықтан осы кітапты кезек-кезек құшақтап жатып оқырсыздар кезінде. Ағай, сіздің алға қойған мақсаттарыңызды орындауда кедергілер кездесті ме? Өмір күрес дегенге қалай қарайсыз? Енді өмір күрес деп Карл Маркс атам заманнан бері қарата осы ұғым келе жатыр. Өмірдің күрес екені рас, бұған ешкім дауы жоқ. Қандай жағдайда, қандай қоғамда өмір сүрсеңіз де өмір асфальтталған жол емес. Енді үйтіп кеңінен айта беруге болады, бірақ мынау нағыз келгенде маған алдыңда кедергі кездесті ме дегенде, енді кедергісіз өмір сүріп жүрген ешкім жоқ қой деп ойлаймын мен. Азын-аулақ кедергілер болса, оған байланысты өз қабағының мұңын, өзінің мұңын соны дәлме-дәл атап тәптіштеп жырлағанды мен өз басым жөн көрмеймін. Өйткені Белинский айтқан жұмыр жерде бір бомба жарылғандай болса, соның жарқын шағы ақын жүрегіне сызатын түсіреді деп. Сондықтан мен кедергіні кеңірек мағынада адамзат баласының алдындағы тұрған проблемалар, қамалдар мағынасында ұғып бір жазған өлеңім бар еді. Жаңағы сұрақтың жауабы ретінде соны оқып берейін. Мақсат жолы. Мақсат жолы. Сенбі яки жексенбіде ақшамда асығам деп самолетке, вокзалға қызуғанды мақсат досым баяғы, алшақ басып аяғын сүрінді кеп сұртасқа. Әр сүріну адамға ащы бір мектеп, маңдайынан ып-ыстыққан дірдектеп, қайта тұрып сол сұртасты қападан тойындырды сонау жеті атадан. Ал мен болсам мақсаттың маңдайын сүртіп кептірдім, тағы біреу осы тасқа сүрінеді-ау деп тұрдым. Кенет мені керемет ой басқарды, көңіл кезді тарихтағы тастарды. Ел арманы алыс жолда мың тіріліп мың өлген, тарихтағы сол сапарға тосқауыл талай тастың тағдырларын білем мен. Бір адамда, екі адамда, үш демес, тас тұйыққа Россияда тірелген, талай семсер суырылған қынаптан, талай тұстан ұран салған ұлаттан. Бірақ мызғымастан тасырге талай ғасыр қан қақсатқан, жылатқан. Адам біткен уақытпенен жарысып келеді әлі сол тастармен алысып.
соның бірі мекен етіп тосынды, сүріндірді менің мақсат досымды, тағы соғам, тағы келіп құласаң, маған қиын емес бұл аса, жібімеймін адамдарға еліктеп, аямаймын мейлің тіпті өліп кет. Жатам жолда тайсы екен деп табандар, жатыр солай сұртастар, көңіл соған алаңдар. Біздің жолда жоқ емес ау жолдастар, тастан бетер бедірейген адамдар. Бұл өмірдің рахатын, қуанышпен ызасын көріп жүріп кейде тіпті шарап ішпей қызасың. Ешкім зорлап саған арақ бермейді, махаббаттан мас боласың сен кейде. Жүлдегері болсаң ұлы жарыстың, буыдалар буыныңды табыстың. Түрлері көп мастықтың, кейде сапсау батыл іске бас тіктің, басты тіктің жаңалықтың жолына. Бірақ тастар түсінбеді оныңа. Сор жаладай жауып тұрған себеппен сүріндіріп орға жықты кенеттен. Әділеттің ақ жолында тұрмас нар жатар бірақ. Қара тастар, сұр тастар, қоңыр таста жатар кейде жер сүйіп, шұбар таста міз бақпай тұрар мелшиіп. Айырма жоқ, болғаннан соң бәрі тас. Миы да тас, жүрегі тас, жағы тас, жаны да тас, қаны да тас, ары тас. Мейлі ақ тас, мейлі қара, сары тас. Тастар, тастар, келе жатқан сонау алыс ғасырдан, адамзаттың ақ жолына кедергі боп шашылған, адымдылар аттап өткен, айлалылар айналып, ал аңғалдар маңдай соғып бас ұрған. Бұл тастарға мысқал ұят бұйырмаған шынында, дайын олар әр тасадан шығуға, дайын олар әр тасадан ұруға, дайын тіпті өліп кетсең, басыңа құлпы тас боп тұруға. Мұндай тастар жібімейді адамдарға еліктеп, аямайды мейлің тіпті өліп кет. Қайта кейбір адамдардың мейірімдері лайланып бара жатыр, ет жүрегі тас жүрекке айналып, тас үстемдік етіп кетсе жүрекке, әппақ әлем айналады түнекке. Соғыс құмар суық жандар, мойындарың тас болмаса, бар тарихқа бұрылып бір қараңдар, қара жерге өлім сепкен тас жүректі адамдар. Тас жүректер адамзатты тұйыққа тірер іргелер, тас жүректер карваланды тұншықтырған түрмелер. Сондықтан да тас жүректі талқандаңдар табанда. Тас жүректер бірікпесін, айналмасын адамзатты қамап ұстар қамалға. Бала күнде тас асықты ойнамаппыз біз бекер. Қыза түссін мынау кексе шақта да, осынау ойын тас ажалын тездетер. Қасіретке бойлап өскен, тас асықты ойнап өскен біздің ұрпақ жігіттері, тұрыңдар, қара тасқа сары тасты, қоңыр тасқа шұбар тасты от шығара ұрыңдар. Тас тұйықты құлатып айырған мені сан ғасырғы сорымнан, тас біткенді тазартуға жолымнан. Әлі күнге тасты көрсем жолымнан, кеп тұрады боран болып, бұрқағым дауыл болам, тасқын болам, сел болам, ақ сапардан аяр тасты құртамын. Тап тазағып тастауымыз керек, тарихтағы жолымызды сүрінбесін соңыңдағы ұрпағың. Енді күрестің тағы бір объектісі бар. Сол объектісі жөнінде жазған «Жеңіс шыңы» деген өлеңімді оқып берейін. Жеңісім ұлы, сонымен енді сөз бітті,
қинамай жанды қынына салам кездікті, деген ой ерде болмайды мәңгі жеңеді ол. Құйттайда болса қалдырмай бойда ездікті. Жеңістің сыны жамандықпенен тіресу, жеңістің шыңы өзіңмен өзің күресу, жеңістің шыңы өзіңді жеңу жолдастар. Өзіңді жеңбей болмайды жерде бұл өсу. Өзіңді жеңбей жауыңды жеңем демесен, өзіңе өзің майдан аш бейбіт ересен. Әр адам өзін тазартсын таңдай сәуледей болсыншы десе, апаттан селден ел есен. Аз емес ату адалға қарай кесекті, біреуді біреу сыртынан былғап көрсетті. Сондайды жеңу, сондайды көму үшін де жеңуің керек өз денеңдегі өсекті. Тасытып бойда арыңдай асау қанды сен, қорықпасаң батыл аударар едің тауды сен. Ер болу үшін жеңуің керек алдымен өз денеңдегі қорқақтық деген жауды сен. Бірінші болып қарсы алып күнде таңды сен, ерінбей алсаң аударар едің тауды сен. Ер болу үшін жеңуің керек алдымен өз денеңдегі жалқаулық деген жауды сен. Жалаудай биік ұстауың керек арыңды, данадай биік ұстауың керек дарынды. Жеңуің керек өз денеңдегі жегі құрт, аярлық, күндеу, мақтаншақ пиғылдарыңды. Мінездің міні ол да бір қолдай самсаған, ең алдыменен осы қол мәңгі жау саған. Күйретіп тұрып сол қолға соққы бермесең, аламын деме арманның шыңын аңсаған. Жеңістің шыңы Ленинге мәңгі еруің, бастауың күнде азамат ердің шеруін. Жеңістің шыңы ең алдыменен жолдастар өз денеңдегі пенделіктерді жеңуің. Мынау сұрақ. Ой-арна және ой-өрнек кітаптарыңыз жазушылардың өткен съезінде тың құбылыс деп бағаланды. Ал Ғабит Мүсірепов сіздің поэмаларыңызды жаңа поэзияға қосылған үлкен үлес деді. Осы сіз эпиксіз бе, лириксіз бе? Мынау бір әдебиетті бақылап оқып жүретұғын адамның сұрақ екен. Бұл мәселе жөнінде мен жаңағы ой-арна және ой-өрнек деген кітаптарым жөнінде айта кетейін. Бұл тың құбылыс дегенмен менің бір жаңадан ашқан жаңалығым емес. Европада, батыста Шекспирдің сонеттері болған, жалпы әммеге үлгі. Өзіміздің шығыста Омар Хайямның рубаилары болған. Одан бергі өз ақындарымызда төрттағандар деп тиіп қашып біраз жазып жүрді. Мен тек қана осы менен бұрынғы мықтылар бастаған дүниені өзіміздің поэзияға жүйелеп енгізсем деген ойым болып, қандай қоғамға болса да ортақ құбылыстар жөнінде адамзат баласыменен бірге қалыспай бірге жүре беретұғын мәңгілік категориялар жөнінде бір кітаптар жазуды армандап, көп жыл уақытымды сарп етіп осында 2 кітап жаздым. Бұл әрине лирик емес, менің ойымша бұл эпикалық пландағы кітап қой деп ойлаймын. Екеуін қосқанда ғибрат деген кітап болуға тиісті болды. Ал енді жаңағы лириксіз бе, эпиксіз бе деген сұрақ. Бұл рас, біздің қазіргі жағдайда лирикалық өлеңдермен ғана жүретұғын ақындарымыз бар, сосын поэма жағына басымырақ кететұғын ақындарымыз бар. Бірақ бұл сұрақтың жауабы бізден бұрынғы ғасырларда да берілген.
Мәселен, алысқа бармай өзіміздің ұлы Пушкинді алатұғын болсақ, «Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты». Тап-таза сап алтын лирика бұл дүниежүзілік поэзияның алтын қорына осындай төрт жолды қосқан Пушкин тағы да сол поэзияның алтын қорына Евгений Онегиндей өлеңмен жазылған романын да қосты. Бір Пушкиннің бойынан ғаламат лириктікте, ғаламат эпиктікте шықты. Ал енді табиғат осылай дарытқан адамдар біздің өзіміздің ортамызда да, тіпті алғы буынымызда да жаңа мен аттарын атаған ақындардың біразы эпиканың саласында да, кәдімгі азаматтық лириканың саласында да алғы сапта еңбек етіп жүрген адамдар. Сондықтан жаңағыдай сұрақ менімше бір жақтылау ма деп ойлаймын. Сіздің пьесаларыңыз республикалық бәйгелерде жүлде алғанын білеміз. Драматургияға не үшін бардыңыз? Мен бұрын бір осы телеэкранда осы сұраққа бір жауап берген сияқты едім. Енді сұрақ түскесін тағы да айтайын. Бұл менің жазғандарым драмалық дастандар. Бәйге алды, рас, «Зауал» деген пьесам республикамыздың 60 жылдық тойында, Қазақстан Коммунистік партиясының 60 жылдық тойында өткізілген, жазушылар одағы менен Мәдениет министрлігі бірігіп өткізген жарыстың жүлдегері болды. Бұл өлеңмен жазылған пьесалар. Сондықтан мен қалай болғанда да ақындық қалпымды сақтадым онда да. Енді жаңағы Шекспирлер, мәселен, сонет жазған Шекспирлер дүние жүзіне аты белгілі трагедиялар жазды, драмалық. Ал енді біз содан үлгі алып, бізде сөйтейікші деген сөз емес, бұл поэзияның өзі ақынына заказ береді. Кейде лирика жазғызады, кейде жаңағыдай төрттаған жазғызады, кейде сенің мына ойың, ішіңдегі ойың поэмаға келмейді бұның. Өйткені осындай кейіпкерлері бар, жарқыл айқасып, найзағайдай от шашып тұрған. Бұл тек жаңағыдай өлеңмен жазылған драмаға келеді. Сондықтан сен драма жазуың керек деп поэзия өзі заказ береді ақынға. Сондықтан қайда барсам да мен ақындық қаламыменен барып жүрмін. Ақындығымды тастап драматургияға кетіп қалған жағдайым болған жоқ менің. Сіз фольклорға және жамбыл творчествосына қалай қарайсыз деген сұрақ бар екен. Бұл сұраққа да жауап берген дұрыс. Ол фольклор біздің ұлы бабамыз. Жамбылға қалай қарайтыным менің кабинетімде, жұмыс кабинетімде, желкемде ұлы Жамбылдың суреті ілулі тұр. Сондықтан да мен Жамбылға қалай қарайтыным жөнінде өмірден алынған бір фактіге сүйеніп өлең оқып берейін. Түсімде маған Жамбыл ғарт сыйлады әппақ домбыра, ал балам қаны аңқылдат омырауын оттай жандыра. Сақалын сипап, күй күтіп, сел күтіп отыр пернеден. Кететін мен бе күй күтіп, домбыра ұстап көрмебем, тартпаймын десем зор күнә. Сондықтан құрмет етемін, сіз тұрғанда домбыра ұстаған менің не теңім, дедім де бірер қағып қайтарып бердім қартыма. Құлақтың құрышын қандыра, көмейде тасқын таласқан, қолында әппақ домбыра, Жамбылға ғана жарасқан. Жарасқан жалғыз Жамбылға тыңдадым жырын, бір қамбай әулие қартым алдымда батасын беріп тұрғандай. Жебедеп біздей пендені көрсеткен биік құрметім, сол түстен кейін бөлмеме Жамбылдың ілдім суретін. Бұл туған ауданның барлық кейіпкерлері өмірден алынған әрине прототиптері бар. Солардың бірі Талдықорған облысының Ақсу ауданындағы аудандық партия комитетінің бірінші хатшысы Ғалым Тұрғанбаев жолдас, Қазақстан Коммунистік партиясының орталық комитетінің мүшелігіне кандидат. Соңғы жылдары ақсулықтар көп ірі табыстарға жетіп келе жатыр.
мен сол ауданның перзенті болғандықтан сол ауданда ұзақ тұрып араласып, көп ұзақ уақыт зерттегем. Әрине бұл биылғы жылы мәселен осы аудан өткен жылдың қорытындысында КПСС орталық комитеті менен СССР министрлер советінің және бүкілодақтық кәсіпшілер одағының одақтық ауыспалы қызыл туын жеңіп алды. Бұл үлкен табыс әрине. Біздің тек бір аудан емес, мен аралап жүрген Қазақстанда көп аудандар, солардың барлығымен бұл очерк тілімен жазылған емес. Сондықтан секретардың образын жасауда біз ондаған секретарларды, 20-лаған секретарларды зерттейміз, көреміз. Біреуінің бір жағын, екіншісінің екінші жағын алып, сомдап, жүрегімізден қосып, сөйтіп қорытып, партия қызметкерлерінің образын жасаймыз. Басқа образдар жөнінде де мінекей осындай жауап беруге болады. Прототипі бір-ақ адам деп айту кейде қиынға соғады, бір адамға тоқталғаның менен. Сондықтан жалпы өмірді зерттеп отырып, сосын бір ауданның тарихы арқылы республиканың келбетін жырлау мақсатын қойып алдымызға, теңіз арқылы мұхитты жырлау деген сияқты принцип ұстап, сөйтіп жазылған кітап бұл. Мен осы кітаптың финал тұсынан сіздерге үзінді оқып берейін. Ет кесілсе жүректегі бір еттен, өлесінге өзім тіпті бір еттен, туған жерден кеткендердің бәрі де өмір сүріп жатыр жарты жүрекпен. Саған деген жүрегімнің анты шын, сағынышым құсың болып қалқысын, мен ауданның даласына қалдырғам кеудемдегі жүрегімнің жартысын. Бүгін міне бүтін болды сол жүрек, туған елім алдымда тұр елжіреп, үлестірем жан басына тең бөліп, махаббатым бәріңе де енші деп, туған елім өз босағам, өз іргем. Білем сені тың көтерген кезіңнен, тағдырыңа содан бері ортақпын, таса болып көрген жоқсың көзімнен. Мен сол жылы 16-ға толып ем, түрен ұстап комсомолдың қолымен, тұңғыш рет төскейіңе дән сеуіп, тұңғыш рет палаткаға қонып ем. Содан бері міне 30 жыл өтті, тағдыр мені саған сирек түнетті. Кеттім сосын қару етіп қаламды, бір сен үшін жырлатумен жүректі. Ал оралды құшағыңа сол балаң, сағынышын самал менен жолдаған. Бұрынғыдан нар болыпсың кең далам, бұрынғыдан бар болыпсың зор далам. Ала жаздай маңдайдан тер жылыстап, енді ғана еңсе күтіп тыныстап, жеңістердің желіменен желпініп құтты болсын тұрған күнің туыстап. Тасытыпсың байлық дария толқынды, толқындармен толтырыпсың олқыңды. Сенен кейме туған елім тұлғалы, күннен күнге биік көтер сол туды. Сендерменен әр уақытта болдым бірге күйіп суықтарда тоңдым бір, тілек бірге, жүрек бірге әрқашан. Басқа жақта жүргенімен жол құрғыр туған аудан, сен санамның серігі, тағдыр мені мәңгі саған теліді. Мен қиналам жазда жаңбыр болмаса, шөлде дау деп ауданымның егіні. Еш тілшінің тимей саған қамшысы, асығыңның түссін деймін алшысы. Мен қиналам қыста боран соққанда, не болды деп ауданымның малшысы. Туған аудан, сенен жарық нұр алғам, шабыт алғам, сенен ұшқан қыраннан, сен арқылы сүйем бәрін. Ұлы отан, сендей аудандардан құралған. Туған аудан, қайда жүрсем сен деймін, сенсіз бақыт бар дегенге сенбеймін. Сенің қоңыр топырағыңды бір уыс Америка алтынына бермеймін. Данышпаның болмаған мен жөн сілтеп, мен тілеймін саған бақыт қонсын деп. Мен тілеймін шынар болып шыбығың, мен тілеймін тайың тұлпар болсын деп. Бұл тілекте мәңгі тұрам бекініп, бұл тілеуден қалмайды ешкім өкініп. Бұл тілеуді тілемесе кімдегім, сенің ұлың екендігі өтірік. Туған аудан сен атамсың, бабамсың, сенің алда тұрған сының мағансың. Ең қымбаттым жалғыз анам болса егер, сол анамнан артығырақ анамсың. Туған жерім, ең биігім, еңселім, мөлшерімді саған қарап өлшедім. Басқа жерде тұлпар болып жүрсем де, оралғанда құлыныңмын мен сенің. Сені жырлап жеткізуге шама жоқ,
тек жүректе сені сүйіп жанады от, ел төріне шыққандарда аға боп саған мәңгі қала бермек. Бала боп туған аудан, жолы жарық жарқыным, күннен күнге үдей түсіп, қарқының партияға рахмет дейсің, көтерткен даланың да, сананың да бар тыңын, саған деген жүрегімнің антышын, сағынышым, қызғышың боп қалқысын, тойыңнан соң қоштасарда ертеңмен кетем тастап, жүрегімнің жартысын, туған аудан, сүйем мәңгі, сене бер, сүюіме еш нәрсе жоқ, теңелер жалыныңнан, артық сүйем дей алман, хатшың етіп қойсаң бірақ менегер. Ел мен жерге бөлсем деген езіғым болмас менде, әммек ортақ сезімім, паспорттарын саған әкеп тіркеген, барлық ұлттың адамдары өз ұлың қызуымен қақыратып, тыс қарын солар сенде орнатты өмір ұшпағын, барлық ұлттың өкілі бар кеудеңде, туған аудан, кіші Қазақстаным. Енді бүгінгі кештегі оқыған азаматтық тақырыптағы өлеңдеріміздегі идеяларымыз өмірге жалғаса берсін деген тілекпенен, осы залдың сыртындағы өмірге, осы кештегі поэзиямыз жалғаса берсін деген тілекпенен мұрагерлер деген өлең оқып, кешімді аяқтағым келеді. Фашизм мен майданнан жаным ағам жете алмады бүгінгі. Көкірек басып Қазақстан жеріндей жерді құшты Рейхстагтың түбінде. Оның бірақ оттарманын сұрапылдан алтын эстафетадай алып қайтты Қошқарбаев Рахымжан. Ажал оқпен қиылса да ол мейлі, отан үшін, ел үшін, Москва мен СССР-дің жер үшін жанын қиған мақсаты мәңгі бақи өлмейді. Дәл осылай жалғасады ерліктер, дәл осылай жалғасады дем біткен эстафета жолдарындай қоршап тұр жердің шарын параллель мен ендіктер. Шықтық біздер ұлы жарыс жолына ағадан алған өрлікпен, сонау құлдық қоғамынан алғашқы барлық болмыс бір-бірімен жалғасты. Ерлікпенен ездікте, өмірменен өлімде, шындықпенен жалғанда, түңілумен арманда, махаббатпен ғадауат, жақсылықпен жамандық, жомарттықпен сараңдық, даналықпен надандық, аярлықпен намыста мәңгі бақи бір-бірімен жарыста. Келеді олар бірін-бірі жаныштап, алда қанша берсе уақыт табиғат, сонша уақыт бір-бірімен алыспақ. Осынау күрес ортасынан туады топастар мен данышпан. Сахнасына тарихтың шығатұғын жас ұрпақ, ең маңызды мәңгі сұрақ сен үшін кімнің мұрагерісің? Жердің шары стадион алаңындай дөңгелек, кетеді ұрпақ, келеді ұрпақ айналып. Эстафета мұраны кімнен алдың, апармақсың қайдалып? Жүрген біреу болмасаң егер жан үшін, қай команда қорғайтының намысын? Кімдер сенің жақының, кімдер сенің алысың? Достарыңа, қастарыңа аян бең, сөзбен емес, бұл сұрақтың жауабы беріледі бүкіл өмір баянмен. Шындығына келгенде жарық үшін жаралған жақсылық пен жамандықтар әралуан, оңайлық
соғыспен өлген бе, халықтарға айналады алыптар, ту соңынан триллиондар ергенде. Тарихтағы ессіз ерлерден алдық өшпес біз отты, Спартактар, Пугачевтар болмаса, Матросов жабар меді дзотты. Дәл осылай барласаң, барлық болмыс бір-бірімен жалғасар. Бруноның өртеп күлін атпағанда алысқа, Гагариндер ұшар меді ғарышқа, Сальерилер Моцарттарға у бермесе қапыдан, қалтарыстан оқ атар ма каплан. Ешбір ұрпақ дүниеге тегін келген жоқ, ешбір ұрпақ шоқ қалдырмай сөнген жоқ. Ақсақ темір Шыңғысхан да, Наполеон мен Гитлер де өлген жоқ. Өлмегені сол болар, жұмыр жердің әр шетінде жарылып жатыр солардан қалған бомбалар. Адал ұрпақ ақ қолын созған сайын іріге, жетілуде жауыздықтың түрі де. Мәңгі біздің төбемізде алтын күн, жұлдыздар мәңгі, мәңгі сұлу асқағай. Кең дүниеден көшетұғын ешкім жоқ, соңына мұрагер тастамай. Эстафета жарысы ендіктер мен параллелді мәңгі бақи айналмақ. Қанат тұрпақ, күнді далмақ, айды алмақ. Бүгін ерлер майданы, мұрагерлер майданына айналмақ.